Қайырлы күн. Бүгін сіздермен күндізгі макияж жасаймыз. Ең алдымен бетімізді жақсылап тазартып, бетімізге крем немесе сыворотка жағамыз. Көзімнің айналасына консилер жағып, оны жан-жағына сіңдіреміз. Консилер жағып алсаңыз, үстінен жақсы тең жағылады. Өзімнің осы контурға арналған палетканы алып, соны көрсеткен түсті жағамын. Базалық қоңыр ашық түсті алып, полностью сүзектің үстіне дейін қастың почти астына шейін жағамыз. Осы көрсетілген қоңыр түс, қызылша қоңыр түс, соны көздің сүйегіне дейін сәл-сәл асырып жағып, оның үстінен ашықтау көрсеткен теңді алып, көздің сүйегінің үсті жағын бояймыз. Қара карандашты алып, кірпіктің арасын толықтай бояп, ақ карандашпен стрелкаға сызық қойып жатырмын. Жаңағы жағылған карандашты алып, кисточканың көмегімен стрелка жасаймын. Карандаш менде майлы, құрғақ емес, сондықтан осылай жағылуға жақсы. Мен стрелканы көбінесе осы карандаштың көмегімен жасаймын. Видеода бәрі түсінікті деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса пікірге қалдырып кетіңіздер. Жаңағы бояған қара карандаштың үстінен қара теңмен бояп шығамыз. Карандаш майлы болғанда жан-жаққа жағылады. Сол үшін қою қоңыр теңді алып, стрелкамыздың үстінен және кішкене сыртына шығарып бояймыз. Ашық қоңыр қызыл түсімізді алып, кірпігімізге қарай жаңағы стрелкамыздың жан-жағын растушевка жасап шығамыз. Таза кисточка алып, жан-жағын растушевка жасаймыз. Ашық сарғыштау түсімізді алып, көзімізге полностью жағып шығамыз. Таза кисточкамен растушевка жасап қоямыз. Астына түскен жерлерді жақсылап сүртіп аламыз. Тоникпен, тонермен. Өзіңіздің бетіңізге сай келетін түсті алып, тоналканы жақсылап жағып шығамыз. Тоналкамыздан ашықтау консилерді алып, көзіміздің жан-жағын бояп шығамыз. Спонждың көмегімен бір елге жасаймыз. Қою алтын түстес пигмент алып, көзіміздің ортасына жағамыз. Мен тоналканың ең қоңыр түсін алып, жаңағы сұйық контурдың орнына пайдаланамын. Скуламызға, жағымызға және шекемізге жағамыз. Енді кезек қасқа келді. Қасымды жақсылап тарап аламын. Табиғи қасымның үстінен ғана карандаштың көмегімен бояп шығамын. Табиғи түс екенін көрсету үшін үстінен тарап қойсаңыз жақсы болады. Түссіз қасқа арналған гельді алып, үстінен тарап қоямыз жақсылап. Тарам-тарам етіп әдемі көрсетеді. Ақ карандашты алып, көзіміздің бұрышын бояймыз. Және сол ақ карандашпен астыңғы қабақтың ішін бір сызық етіп бояймыз. Астыңғы қабақты бояймыз. Ашықтау қоңыр түсті алып, тағы да астыңғы қабақты бояймыз. Туш менде Vivienne Sabo Cabaret. Бетке арналған құрғақ контурды алып, бет сүйегімізге, жағымызға, маңдайымыздың шет жағына жағамыз.
Бағанағы қасымызды бояған карандашпен ерніме контур жасамын. Ұлым гүл әкеп берді, естелік болсын деп осы видеода қалдырдым. Ашық күлгін түсті алып, ернімізді түгел бояймыз. Бежевый түсті помадамен бояймын. Видеомыз соңына жетіп қалды. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін сіздерге алғысым шексіз. Пікір қалдырып, лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар.